Мақсатжан Тағатбекович, сіз қорғай беріңіз. Сіздікі шығып тұр мына жерде. Видеоны түсіріп отыр. Сәлеметсіздер ме, құрметті комиссия мүшелері, құрметті ұстаздар. Бүгінгі менің өзім жалпы нөмір 53 орта мектеп, жалпы стажым 20 жыл, тарихта да география. Сарапшыға үміткер. Тақырыбым 9 сыныпқа арналған Қазақстан тарихы пәні бойынша 9 сыныптан аттестаттауға дайындалған арналған тапсырмалар жинағы. Қазіргі таңда оқушылардың білімін бағалау тек теориялық мәліметті меңгерумен шектелмейді, оны тәжірибеде қолдана алумен өлшенеді. Осыған байланысты құрал тест тапсырмалар, мәтінмен жұмыс, кесте толтыру, салыстыру, ойын элементі сияқты әртүрлі жұмыс түрлері қамтылады. Мақсатым әдістеме құралдың. Бұл әдістеме құралдың негізгі мақсаты 9 сынып оқушыларының Қазақстан тарихы пәні бойынша алған білімін жүйелеу, тарихи деректермен жұмыс істеу дағдысын дамыту, қорытынды аттестаттау кезінде қажетті ойлау дағдыларын қалыптастыру. Құралдар оқушылардың пәндік білімін бекіту, тарихи оқиғалар салыстыру, талдау, себеп салдары байланыс анықтау қабілеттерін арттыруға бағытталған. Оқулық басылымның ерекшелігі құралдарда тапсырмалар жаңартылған оқу бағдарламасы ОЗСБ және БЖБ, ТЖБ талаптарына сәйкес құрастырылған, әр тапсырма дескрипторлармен және нақты бағалау критерийлері толықтырылған. Бұл құрал мұғалімдерге, оқушыларға да оқу процесс тиімді ұйымдастыруға дайындықты жүйелі жоспарлау. Бекова Аида, сіз қорғай бересіз ғой, уақытымызды кетірмей. Жақсы, мұнда мен бастайын. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Әнуар Молдабеков атындағы нөмір 6 орта мектеп мемлекеттік коммуналдық мекемесінің тарих пәні мұғалімі Бекова Аида Кенесаревна. Менің әдістемелік құралымның тақырыбы орта ғасырларда Қазақстан тарихын оқытуда деректермен және құжаттармен жұмыс сыныпқа арналған. Келесі деп айтып отырыңыз, иә? Жақсы. Бұл әдістемелік құрал оқушыларға Қазақстан тарихын тереңірек түсіну үшін тарихи деректермен және құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға арналған. Келесі басасыз ба? Яғни бұл әдістемелік құралдың мақсаты мен міндеттері тарихи деректермен жұмыс істеудің маңыздылығын түсіну, тарихи ақпаратты талдау, деректерді талдау және олардың сенімділігін бағалау дағдыларын дамыту, ойлау қабілетін арттыру, сыни ойлау мен артықшылықты ынталандыру. Яғни бұл әдістемелік құралдың негізгі мақсаты оқушыларды тарихи деректермен жұмыс істеуге үйрету, оларды сараптап, салыстырып, сыни тұрғыдан бағалауға бағыттау, тарихи деректер мен құжаттарды тиімді қолдану арқылы оқушылардың тарихи оқиғаларды терең түсінуі, фактілер арасындағы байланыс айқындауы және өз пікірлерін дәлелдеуге қамтамасыз етіледі. Келесі. Тарихи дереккөздер өткенді зерттеуге мүмкіндік беретін кез келген ақпарат түрлері мен типтері, жазба деректер, шежірелер, жылнамалар, заттай деректер, археологиялық олжалар, ауызша деректер, аңыздар, эпостар, бейнелі деректер, суреттер, карталар. Келесі. Бастапқы дереккөздер мен қосалқы дереккөздер болып бөлінеді, яғни оқиғаға тікелей қатысушылар немесе куәгерлер жасаған құжаттар мен материалдар, мысалы көне қолжазбалар, қазба жұмыстары. Қосалқы дереккөздер бастапқы дереккөздер негізінде жасалған зерттеулер. Менің слайдым өшіп қалды ғой. Практикалық жұмыс, жылнамалар мен хроникалар үзінділерін талдау, яғни оқушылар орта ғасырлық Қазақстанға қатысты жылнамалық деректердің үзінділерімен жұмыс істейді. Әр үзіндінің мазмұны, автор және тарихи контексті талданады. Негізгі фактілерді анықтау, авторлық көзқарасын бағалау, оқиғалардың себеп салдарын байланысын орнату. Келесі. Яғни бұл келесі автор кім, дереккөзді кім құрастырды және оның оқиғаға қатысты қандай болды, оқушы зерттеу жұмысын жүргізеді. Сыни ойлау, дереккөздің сенімділігін қалай тексеруге болады, әр дереккөздің объективтілігін және толықтығын бағалау. Қашан жасалды, дереккөз оқиғадан кейін қанша уақыт өткен соң жазылды, басқа дереккөздермен салыстыру, бір оқиға туралы әртүрлі деректермен айырмашылықтарын тауып салыстыруға оқушыға өте тиімді. Келесі. Зерттелген құжаттар негізінде шағын жоба жасау мүмкіндігі бар. Оқушылар белгілі бір тарихи тақырып бойынша шағын жоба дайындайды. Жоба деректері талдау мен өзара салыстыру, яғни оларды жасалуы керек. Тақырыпты таңдау және зерттеу, деректерді жинақтау және талдау, жобаны таныстыру және қорғау. Келесі.
Көрінді ме? Яғни осы дерек көздерімен жұмыс жасау арқылы білімді қолдану алынған дағдылар болашақта қалай пайдалы болуы мүмкін. Тарихи зерттеулерде кез келген ақпаратты сыни бағалауда, дәлел қорытындылар жасауда қолдануға өте тиімді құрал болып табылады. Келесі. Яғни қорыта айтқан кезде тарихи дерек көздерімен жұмыс істеу тарихты терең түсінудің негізі. Дерек көздерімен жұмыс істеу тарихты оқытуда өте маңызды рөл атқарады. Бұл процесс оқушыларды тарихи ақпаратты қабылдауды әлдеқайда жоғары деңгейге көтереді. Олар деректерді тереңнен талдап, олардың мағынасын дұрыс түсініп, сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытуға үйретеді. Тарихи деректерді талдау арқылы оқушылар тек өткеннің фактілерін ғана емес, олардың мәнін, себептерін және тарихи процестердің ішкі байланыстарын түсінеді. Сонымен қатар дерек көздерімен жұмыс істеу ғылыми тұрғыдан қорытынды жасау дағдыларын қалыптастырып, оқушыларды зерттеушілік жұмысқа баулиды. Бұл дағдылар тек тарих үшін ғана емес, өмірдің кез келген саласында пайдалы болады деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Әнуар Молдабеков атындағы 6-шы орта мектептің тарих пәні мұғалімі, магистр Айбер Сандуғаш Жеңгебайқызы боламын. Барлықтарыңызға сәттілік тілей отырып, жұмысымды бастағым келіп отыр. Менің әдісі мен құралдың негізгі тақырыбы 9-шы сынып Қазақстан тарихы сабақтарында жасанды интеллект құралдарын тарихи деректерді талдауға қолдану болып табылады. Өздеріңіз білесіздер, биылғы жылғы 2025-2026 жылға әдістемен құралда, әдістемелік нұсқаулық құжатта ең басты назар жасанды интеллектке арналған болатын. Енді негізгі бөлімдерде өздеріңіз көріп отырсыздар. Кіріспе мен өзектілік, жасанды интеллект ұғымы және білім берудің маңыздылығы, Қазақстан тарихы деректерін талдауда қолдану, яғни дерек түрлері, құралдар, сабақта қолданудың үлгілері, әдістемелік тәсілдер, ол бірнеше түрлері бар, практикалық сабақ үлгілері, мұғалімдерге ұсыныстар мен қорытынды. Келесі. Маңыздылығы. Қазіргі білім беру жүйесі цифрлық ресурстармен бірге дамуда, тарих пәні дереккөзді талдауға, оқиғаларды салыстыруға және себеп салдарлық байланыстарды анықтауға сүйенеді. Жасанды интеллект құралдары күрделі мәтіндерді ықшамдауға, негізгі мазмұнды бөліп көрсетуге, кесте мен диаграмма жасауға және тарихи процестерді модельдеуге көмектесе алады. Тілдетін нәтижеге келетін болсақ, сыниды ойлау дағдысы артады, оқушылардың деректерді жүйелеу және дәлелдеу дамиды, картамен және сандық дерекпен жұмыс күшейеді. Оқушының қызығушылығы артады. Келесі. Жасанды интеллект дегенне, жалпы жасанды интеллект компьютерлік жүйелердің адамның ойлау, үйрену, шешім қабылдау және деректерді өңдеу қабілеттерін модельдеуге арналған технологиялардың жиынтығы болып табылады. Білім беруде ол мұғалімнің жұмысын жеңілдетіп және оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сай оқу мазмұнын бейімдеуге мүмкіндік береді. Қысқа мысалдарға келетіндер болсақ, мәтінді ықшамдау және түсіндіру, сұрақ жауап арқылы диалог, кесте мен диаграмма құрастыру, карта мен визуал материалдарын жасау. Келесі. Деректерді жылдам талдау. Көлемді ақпараттарды қысқа уақытта өңдеп, негізгі ойды бөліп береді. Ал көрнекті материалдарға келетін болсақ, инфографика, уақыт сызығы, карта жасау арқылы түсінуді жеңілдетеді. Бұл кезеңде уақыт үнемдеу басты назарда, яғни тест, сұрақ, жоспар, бағалау критерийлерін дайындауда қолдау көрсетеді. Даралап оқытуда оқушы деңгейіне сай тапсырма ұсынуға көмектеседі, салыстырумен байланыс оқиғалар арасындағы себеп салдарлық байланыстарды анықтауға жәрдемдеседі. Интерактивтілік, оқушы сұрағына жедел жауап беріп, ізденіске ынталандырады. Келесі. Жасанды интеллект қолдану арқылы оқушы қандай нәтижеге жете алады? Тарихи деректерді жан-жақты талдайды және жүйелей алады. Оқиғалардың ұқсастығы мен айырмашылықтығын салыстырады. Тарихи тұлғалардың қызметіне баға береді. Күрделі мәтіндерді жеңілдетіп түсінеді. Карта, диаграмма, кестелер арқылы деректі визуалдарды қабылдай алады. Келесі. Деректердің түрлері. Жазба деректер, мысалдар жылнамалар, архив құжаттары, хаттамалар, әкімшілік есептер болады. Ықшамдау, негізгі фактілерді бөліп көрсету, сұрақ құрастырады. Ал археологиялық деректерге келетін болсақ, оған жәдігерлер, қазба материалдары, заттай мәдениет үлгілері. Ал картада белгілеу, сипаттау, классификациялау, жасанды интеллект арқылы жұмыс жүргізе алады. Этнографиялық деректер, аңыз әңгіме, шежіре, салт дәстүр, ауыз әдебиеті. Мәтіндік талдау болып табылады, мотивтерін анықтау, салыстыру. Сандық деректерге келетін болсақ, жалпы халықтың санағы, статистика, демография, әлеуметтік экономикалық есеп. Оны кестеде, диаграммалар, тренд және салыстыру арқылы жүзеге асыруға болады. Келесі. Қолдануға болатын жалпы жасанды интеллект құралдары мәтінмен жұмыс.
Көбінесе біз қолданамыз ChatGPT, Claude Gemini тарихи мәтіндерді ықшамдауға, сұрақ сұрастыруға, түсіндіруге көмек бере алады. Визуалды материал: Canva, Midjourney, DALL-E, карта, иллюстрация, инфография, постер кіреді. Мәтіндік талдауға келетін болсақ, Wayne Tools, Monkey Learn, жиілік талдау негізгі ұғымдар, тақырыптық өріс. Сандық деректерге болатын болсақ, Excel, Python, Pandas, Multirole тип, кесте диаграмманы салыстыруға, қарапайым болжам ретінде қолдануға болады. Келесі. Үлгілер: мәтіндік талдау себептері саяси, экономикалық, әлеуметтік бағытта бөлу, салыстыру, талдау, тұлғалар немесе формалардың кестемен салыстыру. Картамен жұмыс: көші-қон, шекара, бағыт өзгерістерін визуалдау. Инфографика болатын болса, ол оқиғадағы себеп салдардың байланысын көрнектілігін көрсете алады. Келесі. Әдістемелік тәсілдерге келетін болсақ, проблемалық оқыту: оқушыға дайын жауап бермейді, тарихи мәселелер қойылады. Жасанды интеллект бірнеше нұсқа ұсынып, дәлелдеуге жетелейді. Жобалық әдіске келетін болсақ, деректі жинайды, талдайды, визуалды ұсынады. Жасанды интеллект мәтінді құрылымдап, инфография дайындауға көмектесе алады. Сыни ойлауға келетін болсақ, жасанды интеллект жауабын оқулық және құжатпен салыстыру, қайшылықты табу, түсіндіру және зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру. Енді әдістемелік құралымыздың Келесіге жүрейін бе? міндетіне келесі бет. Әдістемелік құралдың міндетіне келетін болсақ, тарихи деректердің мәнін, түрлерін және маңызын түсіндіру. Екінші, тарихи деректермен жұмыс істеудің ғылыми әдістемелік негіздерін көрсетеді. Үшінші, деректерді талдаумен салыстыру әдістерін үйретеді. Және сабақ барысында тарихи деректерді пайдалану тиімді әдіс тәсілдерін ұсыну. Оқушылардың тарихи құжаттармен жұмыс істеуді дағдыларын дамыту. Деректер негізінде шағын зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға бағыт беру. Мұғалімдерге практикалық тапсырмалар мен жұмыс үлгілерін ұсыну. Және оқушылардың тарихи білімін бағалауда деректерді қолдану критерийларын жасау. Келесі бетіне көшейік. Келесі, рахмет. Әдістемелік құралдың ғылыми әдістемелік деңгейіне келетін болсақ, бұл құрал теория мен практиканы үйлестіре отырып жасалған. Ғылыми ұғымдар мен деректану принциптері қарапайым әрі түсінікті тілде берілген. Сонымен бірге құралда практикалық тапсырмалар, құжаттар үлгілері, жұмыс алгоритмдері ұсынылып, мұғалімдер мен оқушылардың күнделікті оқу процесінде тікелей қолдануға ыңғайлы етіп жазылған. Әдістемелік құралдың негізгі бағдарына келетін болса, құралдың басты бағыты тарих пәнін оқытуда деректерді тиімді пайдалану жолдарын көрсету. Осы мақсатта деректердің теориялық негіздері, оларды талдау әдістері, сабақта қолдану үлгілері және бағалау жүйесі жүйелі түрде берілген. Келесі бетте. Әдістемелік жаңа құралдың теориялық маңыздылығына келетін болсақ, құрал тарих ғылымының деректану саласында сүйене отырып жасалған. Тарихи деректерді жіктеу, талдау және бағалау мәселелері ғылыми тұрғыдан қарастырылып, педагогикалық әдістермен ұштасып жасалған. Әдістемелік құралдың практикалық маңыздылығына келетін болсақ, мұғалімдер үшін сабақта қолдануға болатын тапсырмалар, құжаттар, талдау үлгілері, оқушылардың зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға арналған нұсқаулар ұсынылады. Осылар үшін деректерді талдау арқылы білімді тереңдету, оқушылар үшін тарихи оқиғаларға сыни көзқараспен қарау және зерттеушілік дағдыларды дамыту мүмкіндіктері қарастырылған. Келесі бетке көшсеңіз, әдістемелік құралымыздан күтілетін нәтижелерге келетін болсам, бірінші күтілетін нәтиже ол оқушылар тарихи деректерді талдаудың негізгі әдістерін меңгереді. Сыни тұрғыдан ойлау және зерттеушілік дағдылары дами бастайды. Мұғалімдер сабақта деректерді тиімді пайдаланудың жаңа әдістерін игереді. Оқу процесінде тарихи деректерді қолдану арқылы оқушылардың пәнге қызығушылығы артады. Және Қазақстан тарихының деректерін қолдана отырып, оқушылардың ұлттық құндылыққа деген көзқарасы қалыптасады. Енді келесі бет. Мазмұнына келетін болсам, мен сіздерге көрініп тұр ғой. Жалпы мазмұнында тарихи деректердің теориялық негіздері, бірінші бөлім, екінші бөлім тарихи деректердің сыни тұрғыдан талдау әдістері, үшінші бөлімде оқыту процесінде тарихи деректерді пайдалану,
Төртінші бөлімде практикалық жұмыстар мен тапсырмалар үлгілері берілген. Және бесінші бөлімде бағалау мен оқушы жетістіктерін өлшеу берілген. Енді қорытындылай келе, мен жұмысымда тарихи деректермен жұмыс жалпы оқушылардың тарихи танымын қалыптастырудың, сыни ойлау мен дамытудың және зерттеушілік мәдениетін жетілдірудің маңызды шарт екенін айтқым келеді. Деректерді талдау арқылы оқушылар тек тарихи фактіні ғана емес, сол фактінің мәнін, себеп салдарын және қоғамдық маңызын түсінеді. Бұл жерде мұғалімнің міндеті тарихи деректерді оқу мақсаттарымен үйлестіріп, оқушыны ойлануға, сұрақ қоюға және дәлелмен сөйлеуге жетелеу болып табылады. Енді осы слайдтың соңғы бетінде сіздерге пайдаланған әдебиеттер қоры көрсетіліп отыр. Салып тыңдағандарыңызға рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің есімім Тазабекжан Құнанбайұлы, Қағали Мақатаев атындағы нөмірі 13-ші орта мектептің тарих пәні мұғалімі. Сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған әдістемелік нұсқаулықтың тақырыбы қазақ халқының қалыптасуындағы түркі тайпаларының рөлі. Бұл тақырыптың өзектілігі бүгінгі білім беру кеңістігіне ерекше мәнге ие. Қазіргі жаһандану жағдайында ұлттық болмысты сақтау, тарихи жадыны жаңғырту және жас ұрпақтың тарихи санасын қалыптастыру мектептегі тарих пәнінің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Қазақ халқының этногенезін тайпалармен тығыз байланыстыра қарастыру оқушыларға қазақ ұғымының терең тарихи негізін түсінуге мүмкіндік береді. Осы әдістемелік құралдың негізгі мақсатын айтып кетсем, қазақ халқының қалыптасу тарихындағы түркі тайпаларының рөлін тарихи, этнографиялық және мәдени тұрғыдан кешенді түрде зерделеу. Яғни, бұл жерде біз тек саяси тарихпен шектелмей, тіл, дәстүр, рухани мәдениет, шаруашылық пен мемлекет басқару тәжірибесінің сабақтастығын ашуға назар аударамыз. Келесі. Алға қойған міндеттермен таныстырып өтсем, яғни түркі тайпаларының Қазақстан аумағында таралу аймақтарын анықтау, екінші қазақ этногенезіне енген Қыпшақ, Оғыз, Қаңлы және де тағы басқа негізгі тайпалардың тарихи рөлін сипаттау, тілдік, мәдени және шаруашылық дәстүрлердің ықпалын талдау, мемлекеттері қалдырған саяси басқару тәжірибесін қазақ қоғамымен сабақтастыру, рухани мәдениеттен дүниетанымдағы тарихи жалғастықты көрсету. Келесін аша берсеңіз. Бұл әдістемелік құралдың басты ерекшелігін айтып кетсем, енді оқушыны дайын ақпаратты қабылдаушы емес, яғни тарихи ойлай алатын тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталуы. Сабақ барысында тарихи дерек, термин, салыстыру және талдау жұмыстары кеңінен қолданылып, оқушылардың логика ойлауын, дерекпен жұмыс жасау қабілетін дамытады, өз пікірін нақты дәлелдерге сүйене отырып білдіруге үйретеді. Әдістемелік жұмыс барысында жүзеге асырылатын нақты жұмыстарды айта кететін болсам, яғни тарихи карталармен жұмыс әртүрлі дәуірлердегі түркі тайпаларының Қазақстан аумағында орналасу аймақтарын талдау. Дерек көздермен танысу, яғни археологиялық, этнографиялық және жазба деректерді оқу, яғни салыстыру. Топтық және жеке талдау жұмыстары болады. Тайпалар арасында байланысты, олардың рөлі мен мәдени әсерін зерттеу, сараптамалық тапсырмалар, яғни тілдік элементтерді, дәстүрді, шаруашылық пен саяси басқару тәжірибесін талдайды. Салыстыру және қорытынды жасау, әртүрлі тайпалар арасында сабақтастықты, яғни рухани және мәдени элементтерін жалғастығын, яғни көрсету. Енді осы сияқты күтілетін нәтижеге келетін болсақ, оқушылар қазақ этногенезінің тарихи тамырын терең түсінеді. Түркі тайпаларының рөлін нақты дәлелдерінен сипаттай алады. Қазақ тіліндегі көне түркі элементтерін ажырата біледі. Рухани мәдениет пен шаруашылықта сабақтастықты таниды. Өз пікірін тарихи деректерге сүйене отырып, дәлелді түрде жеткізеді. Қорытындылай келе, бұл әдістемелік нұсқау ұлттық тарихи сананы қалыптастыруға, оқушыларды өткенге құрметін арттыруға және тарихты тек факт емес, тұтас үдеріс ретінде ұғындыруға бағытталған. Әдістемелік жұмыс барысында оқушылар тек ақпаратты жаттап қана қоймай, оны талдап, салыстыра отырып, тарихи ойлау қабілеттерін жетілдіреді, мәдени және тарихи сабақтастықты терең түсінеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің әдістемелік құралымның
Мен 20 орта мектеп, аты жөнім Көбдалиева Луиза Қалмағанбетовна. Мгм. Менің әдістемелік құралым тақырыбы тарих пәнінен сабақты жоспарлау үлгілері. Келесі. Жұмыстың мақсаты тарих пәні мұғалімдеріне сабақты тиімді жоспарлау жолдарын ұсыну болып табылады. Өзектілігі қазіргі білім беру талаптарының жаңаруына байланысты тарих пәні мұғалімдерінің сабақты тиімді жоспарлау дағдыларын жетілдіру, оқушылардың тарихи ойлауын дамыту және оқу мақсаттарына жүйелі түрде қол жеткізу қажеттілігі бұл әдістемелік құралдың өзектілігін айқындайды. Енді күтілетін нәтиже әдістемелік құралды пайдалану нәтижесінде тарих пәнінің мұғалімдерінің сабақты жоспарлау біліктілігі артып, оқыту үдерісінің тиімділігі мен білім сапасы жоғарылайды. Мгм. Келесі. Негізгі бөлімде келесі бөлімдерден тұрады, яғни тарих сабағында сабақты жоспарлау негіздері, сабақ құрылымының негізгі элементтері, яғни тарих сабағындағы тарих сабағының әдістемелік ерекшеліктері, бірнеше сабақ жоспарлары көрсетілген, сонымен қатар қалыптастырушы бағалау элементтері енгізу жолдары көрсетілген. Мгм. Келесі. Тарих сабағында сабақты жоспарлау негіздері, яғни жоспарлау барысында келесі іс-әрекеттерді ескеру қажет. Яғни сабақтың мақсаты мен міндеттерін анықтау, оқу бағдарламасы мен тақырып мазмұнын ескеру, оқушылардың жас ерекшелігі мен дайындық деңгейін есепке алу, Мгм. сабақтың түрі мен құрылымын белгілеу, яғни жаңа білім бе, қайталау ма, жоқ бекіту ме, оқыту әдіс тәсілдерін таңдау, сұрақ жауап, талдау, картамен жұмыс, дерек көздер, көрнекі құралдар мен ресурстарды жоспарлау, бағалау және кері байланыс түрлерін анықтау, сабақ соңында сабақтың нәтижесін қорытындылау. Келесі. Мгм. Тарих сабағының әдістемелік ерекшеліктері, яғни бірінші ол дәстүрлі әдістер, дәріс, әңгіме, сұрақ жауап ретінде, жаңа белсенді әдістер, проблемалық сабақ, топтық жұмыс, жобалық әдіс түрінде, үшінші саралау және зерттеу әдістері, деректерді талдау, тарихи құжаттармен жұмыс, зерттеу жобаларын орындау. Көрнекі әдістер, яғни тарихи суреттер, карталар, бейне материалдар қолдану сабақ барысында. Сабақ жоспарының үлгілері ретінде әдістемелік құралда 5-ші сыныптың дүниежүзі тарихынан ежелгі Мысыр өркениеті, 7-ші сыныптың Қазақстан тарихынан қазақ хандығының құрылуы тақырыбы, 9-ші сыныптан 20-шы ғасырдың басындағы Қазақстандағы әлеуметтік экономикалық жағдай, осы тақырыптардың сабақ үлгілері берілген. Мгм. Енді тарих сабағында қалыптастырушы бағалау элементтер ретінде, яғни мен дескрипторды пайдалану мақсатын, яғни нақты нәтиже күтілетін әрекеттерді анықтайды дескриптор. Мгм. Кері байланыс түрлері мұғалімнен, оқушыдан, жұптан, ауызша немесе жазбаша түрінде алынады. Рубрика бұл қалыптастырушы бағалау түрі, яғни жиынтық бағалау барысында, сонымен қатар күнделікті сабақ барысында да жасауға болады. Келесі, бағалау парағы, Болыпты. Аха. алдыңғысына. Бағалау парағы жұмыс немесе жоба кезінде қолданған тиімді. Стикерлер мен карточкаларды жаңағы оқушылардан жылдам ауызша және жазбаша бағалау, кері байланыс алу үшін қолданған өте тиімді. Мгм. Келесі. Қорытынды. Келесі. Бастым сіздерге. Қорытындылай келе, яғни бұл әдістемелік құрал тарих пәні мұғалімдеріне сабақты тиімді жоспарлаудың жолдарын меңгеруге көмектесіп, оқыту үдерісінің сапасын арттыруға және оқушылардың тарихи білімін тереңдетуге бағытталған. Мгм. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен номер 19 орта мектептің тарих пәні мұғалімі Шербекова Мақпал. Бүгінгі менің әдістемелік құрал тақырыбым тарихты оқытуда жасанды интеллект көмегімен зерттеу және жобалық жұмыстарды ұйымдастыру жолдары. Келесі слайд өтесіз бе?
20 ғасырдың білім беру кеңістігі жаңа технологиялар мен инновациялық шешімдерге негізделіп отыр. Қазіргі таңда жасанды интеллект педагогикалық тәжірибеде маңызды құралдардың біріне айналған. Әсіресе ерекше білімді қажет ететін оқушыларға оқыту барысында жасанды интеллекттің оқу процесін жеңілдетіп қана қоймай, білімнің қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Әдістемелік құралдың мақсаты, бұл еңбектің негізгі мақсаты педагогтарға тарихты оқытуда жасанды интеллектті тиімді пайдалану жолдарын көрсету, зерттеу және жобалық жұмыстарды ұйымдастырудың әдістемесін ұсыну. Міндеттері тарихты оқытуда жасанды интеллект қолданудың ғылыми әдістемелік негіздерін қарастыру, зерттеу және жобалық жұмыстарды жүргізудің кезеңдерін сипаттау, арнайы педагогтарға арналған бейімделген тапсырмалар үлгілерін ұсыну, инклюзивті ортада жасанды интеллект құралдарын қолданудың практикалық ұсыныстарын беру. Келесіге өтесіз. Әдістемелік құралдың өзектілігі қазіргі білім беру кеңістігі цифрлық трансформация жағдайында дамып келеді. Білім алушылардың функционал сауаттылығын, зерттеушілік дағдыларын, сыни ойлауын және шығармашылық қабілеттерін дамыту білім беру жүйесінің негізгі басымдықтарының бірі. Осы тұрғыдан алғанда тарихты оқытуда жасанды интеллект технологияларын пайдалану арқылы зерттеу және жобалық жұмыстарды ұйымдастырудың маңызы артып отыр. Тарих пәні дереккөздермен жұмыс істеуді, фактілерді салыстыруды, тарихи үдерістерге талдау жасауды талап етеді. Жасанды интеллект құралдары үлкен көлемдегі тарихи мәліметтерді жылдам өңдеуге, цифрлық архивтермен жұмыс істеуге, деректерді жүйелеуге және визуаляциялауға мүмкіндік береді. Бұл білім алушылардың зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда уақытты үнемдеп оқу үдерісінің тиімділігін арттыруға жағдай жасайды. Келесіге. Жасанды интеллект қолдану жалпы білім беруде пайдалы болғанымен, арнайы педагогика үшін оның маңызы ерекше екен. Себебі ерекше білімді қажет ететін оқушыларға білім беру кезінде мынандай проблемалар туындайды. Мәтіннің күрделілігі, ақпараттың көлемі, тарихи терминдердің көптілігі, есте сақтау мен ойлау қабілетінің шектеулігі, тілдік коммуникативтік қиындықтар. Жасанды интеллект осы қиындықтарды жеңілдетуге мүмкіндік береді. Мысалы, көру қабілеті шектеулі оқушыларға мәтінді дыбыстап беру, картаны тактильді модельге айналдыруға көмектеседі. Есту қабілеті шектеулі оқушыларға субтитр жасау, визуалды материалдармен қолдау көрсету жүзеге асырады. Зияткерлік дамуында ерекшелігі бар оқушыларға күрделі деректерді қысқаша және әрі жеңілдетіп беруге мүмкіндігі бар. Мына кестеде мысалы платформа құралдары қолдану мақсаты және ерекше білімді қажет ететін оқушыларға олардың артықшылығы, қабілеті жоғары оқушылардың артықшылығы көрсетілген. Мысалы, ChatGPT-ді алатын болсақ, мәтінді жеңілдету, сұрақ-жауап тапсырма дайындау мақсатында қолданылса, ерекше білімді беруді қажет ететін оқушыларға артықшылығы, мәтінді қарапайым тілде алу, жеке сұрақтарға жауап беру. Ал қабілеті жоғары оқушыларға артықшылығы, зерттеу сұрақтарын құру, деректерді талдау. Сол сияқты Canva, инфографика, постер, тарихи карталар жасауға қолданылса, көрнекілікті арттыру, дайын үлгілерді қолдану, ерекше білімді қажет ететін оқушыларға. Қабілеті жоғары оқушыларға инфографика мен визуалды жобалар құруға қажет екен. Дәл сол сияқты бірнеше платформа құралдары көрсетілген. Келесі өте бересіз. Әдістемелік құралдың ғылымилығы. Ұсынылып отырған әдістемелік құрал заманауи педагогика, дидактика және тарихи білім беру теорияларының ғылыми қағидаттарына негізделген. Құралдың мазмұнында тарихты оқытудың жүйелілік, сабақтастық, ғылымилық және тұлғалық бағдарлы оқыту принциптері басшылыққа алынды. Әдістемелік құралда жасанды интеллектті білім беру үдерісінде енгізу мәселелері отандық және шетелдік ғылыми зерттеулерге, цифрлық педагогика, білім берудегі инновациялық технологиялар және жобалық оқыту теорияларына сүйене отырып қарастырылған. Жасанды интеллект мүмкіндіктерін қолдану Блум таксономиясы, конструктивизм, зерттеушілік және жобалық оқыту әдістері аясында негізделді. Тарихи зерттеу жұмыстары, тарихи дереккөздерді сыни талдау, салыстырмалы тарихи әдіс, хронологиялық және проблемалық талдау сияқты ғылыми әдістерге сүйеніп ұйымдастырылды. Жасанды интеллект көмегімен оқытудың тиімділігі. Жекелендіру. Жасанды интеллект әрбір оқушының білім деңгейі мен қабылдау ерекшеліктерін ескеріп, оған арнайы тапсырмалар мен материалдар ұсынады. Бұл оқушының пәнге деген ықыласын арттырып, оқу процесін тиімді етеді.
уақытты үнемдеу. Жасанды интеллект мұғалімнің ақпарат жинау, жұмыстарды бағалау және кері байланыс беру сияқты жұмыстарын автоматтандырады. Бұл мұғалімге оқушылармен жеке жұмыс көбірек уақыт береді. Интерактивтілік. Жасанды интеллект арқылы жасалған виртуалды карталар, уақыт шкаласы және интерактивті презентациялар сабақты қызықты етеді. Оқушылар тарихты жаттамай, оны зерттеуге және жобалық жұмыстар арқылы меңгереді. Қолжетімділік. Яғни жасанды интеллект түрі деңгейдегі мәтіндерді оңтайлатып, аудио немесе визуалды форматтарға аудара алады. Бұл әсіресе зияткерлік ерекшелігі бар оқушылар үшін өте пайдалы екен. Мұнда менің пайдаланған әдебиеттер тізімім. Olma? Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Алматы облысы Іле ауданы Жайнақ ауылы номер 31 орта мектеп мемлекеттік коммуналдық мекемесінің тарих пәні мұғалімі Сұлтанов Болған Серікқасымұлы боламын. Жалпы әдістемелік құралдың тақырыбы тарихи тұлғалар деп аталады. Үшінші слайдқа ауыстыра берсеңіз. Уақыт алмай, өшіп қалмай тез қорғап тастайын деп атқанмын. Әдістемелік құралдың мақсаты жалпы Қазақстан тарихында ұлы тұлғалардың еңбектерін зерттеп, олардың қоғамдағы рөлін түсіндіру. Жалпы міндеттеріне келетін болсақ, тарихи тұлғалардың өмірбаянын зерттеп, қоғамға қосқан үлесін анықтау, ұмыт қалған тұлғалардың еңбектерін қайта жаңғырту және насихаттау, ұлттық тарихты зерттеу арқылы жастардың тарихи санасын қалыптастыру, алаш зиялыларының мұраларын зерттеу арқылы ұлттық бірегейлікті нығайту және де тарихи деректерді пайдалану арқылы білім беру үдерісіне патриоттық тәрбие беру. Күтілетін нәтижелер. Жалпы бұл жерде бізге күтілетін нәтижелер тарихи тұлғалардың өмірі мен қызметі туралы терең және жүйелі білім қалыптастырады. Олардың ел тарихындағы рөлін нақты деректер негізінде түсіндіре алады. Тұлғалардың іс-әрекеттерін тарихи кезеңнің әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларымен байланыстырып, себеп-салдарлық байланыстарды анықтай алады. Және де рөлдік ойындар, сахналау, зерттеу жобалары және дебаттар арқылы шығармашылық және коммуникативтік дағдыларын дамытатын болады. Одан кейін рөлі мен маңызы тарихи тұлғалар қоғамның дамуына айтарлықтай ықпал еткен жеке адамдар. Олар өз дәуірінің саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени өзгерістеріне белсенді әсер етіп, халықтың өмір сүру салты мен құндылықтарына ықпал жасады. Тарихи тұлғалар ұғымы тарихи кезеңдерге маңызды оқиғалар тікелей немесе жанама түрде қалыптасқан адамдарды сипаттайды. Мысалға, Абылай хан қазақ мемлекетінің тәуелсіздігін нығайтуда маңызды рөл атқарған тұлға, ал Ахмет Байтұрсынұлы болса қазақ тілінің дамуына үлкен үлес қосқан ағартушы. Енді бұл жерде біз классикалық әдістер жалпы осы әдістемелік құралдағы келесі 6-шы слайдқа ауыстыра берсеңіз болады. Бұл жерде тарихи дәлелдеме, ұлы дәлелдер жарысы деген сияқты әдістер алдық. Жалпы бұл жерде мысалға ұлы дәлелдер жарысы деген әдісте біз Әлихан Бөкейхановтың өмірі мен қызметтегі рөлін және оларды қоғамға әсерін түсіндіруді дамытамыз. Тарихи тұлғаны дұрыс таңдау және оны өмірі мен қызметіне қатысты ақпараттар жинайды балалар. Жиналған ақпараттар талдайды және маңызды деректер жүйелейді. Тұлғаның тарихи маңыздылығын нақты дәлелдермен көрсетеді бұл әдіс тәсілдерде. Келесі. Жалпы тағы да тарихи квест, одан кейін тарихи мозаика деген әдіс тәсілдері алдым бұл әдістемелік құралға. Бұл жердегі негізгі мақсат оқушылардың жалпы тарихи оқиғалар мен тұлғалардың арасындағы байланыстарды анықтайды және жинақталған ақпарат негізінде толық тарихи көрініс жасайтын болады. Қорытындыға қойып жіберсеңіз, кішкене қорытындылап кетейін. Бұл әдістемелік құралда жалпы алаш қозғалысының тарихи мұрасы, оның көрнекті қайраткерлерінің қызметі мен ұлт тарихындағы рөлін жан-жақты талданып көрсетіледі. Алаш зиялылары қазақ халқының ұлттық санасын оятып, мемлекеттік дербестік идеясын көтерген, білім мен ғылымның дамуына үлкен серпін берген ұлы тұлғалар. Олардың саяси көзқарастарын, ағартушылық еңбектер және туған еліне деген жанқиярлық қызметті бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның рухани негіздерінің бірі болып табылады. Қорытындылай келе айтқанда, алаш мұрасы өткеннің ғана емес, бүгіннің де темірқазығы. Алаштық идея, ұлттық бірлік, білімді қоғам, әділетті мемлекет құру жолындағы мәңгілік үлгі. Осы себепті мен осы тарихи тұлғаларды алған болатынмын. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Жалғастыра берейін ме? Жалғастыра беріңіз, көрініп тұрса. Қазір қосылды.
Жалпы мақсатқа жету міндеттері дерекпен жұмыс жасау, дағдыларын қалыптастыру, сыни ойлау қабілетін дамыту. Сонымен қатар осы тарихи квест спринт жалпы әдістемелік құралды ұбт форматына бейімдеу және дайындау бойынша негізгі мақсаттар, міндеттер қалыптастырылады. Келесін ауыстыра берсеңіз. Жалпы квест спринт технологиясының мәні уақытпен шектелген. Жалпы квест спринт бұл белгілі бір уақыт аралығында орындалған тапсырмалар жүйесі. Бұл оқушылардың жылдамдығы мен тиімділігін, дағдыларын дамытады. Кезең-кезеңмен орындалатын, яғни тапсырмалар бірнеше кезеңнен тұрады. Әр кезең оқушылардың логикалық ойлау және командалық жұмысты талап етеді. Ерекшелігі логикалық тапсырмалар, яғни әр тапсырма логикалық ойлауды, талдауды және шығармашылық шешімдерді қабылдауды қажет етеді. Құжат және картамен жұмыс, енді тарихта басты нәрсе ол карта екенін жақсы білесіздер. Сонымен оқушылар тарихи деректермен жұмыс жасау арқылы карталармен жұмыс жасай алады. Енді жалпы қорытындыға келетін болсақ, жалпы қызықты сабақ, квест спринт технологиясы тарих сабағын қызықты, динамикалық және еске қаларлықтай оқу кеңістігіне айналдыра алады. Жоғарғы нәтижелер, әдісті жүйелі түрде қолдану оқушылардың академиялық жетістіктерін арттыруға және функционалдық сауаттылықтарын дамытуға ықпал етеді және маңызды рөл атқарады дегім келеді. Жалпы болашаққа бағдар, бұл әдіс оқушыларды өмірде кездесетін қиындықтарды шешуге дайындап, олардың болашақтағы білім жолына сенімді қадам жасауына ықпал етеді. Жету міндеттері дерекпен жұмыс жасау, дағдыларын қалыптастыру, сыни ойлау қабілетін дамыту. Сонымен қатар осы тарихи квест спринт жалпы әдістемелік құралды ұбт форматына бейімдеу және дайындау бойынша негізгі мақсаттар, міндеттер қалыптастырылады. Келесін ауыстыра берсеңіз. Жалпы квест спринт технологиясының мәні уақытпен шектелген. Жалпы квест спринт бұл белгілі бір уақыт аралығында орындалған тапсырмалар жүйесі. Бұл оқушылардың жылдамдығы мен тиімділігін, дағдыларын дамытады. Кезең-кезеңмен орындалатын, яғни тапсырмалар бірнеше кезеңнен тұрады. Әр кезең оқушылардың логикалық ойлау және командалық жұмысты талап етеді. Ерекшелігі логикалық тапсырмалар, яғни әр тапсырма логикалық ойлауды, талдауды және шығармашылық шешімдерді қабылдауды қажет етеді. Құжат және картамен жұмыс, енді тарихта басты нәрсе ол карта екенін жақсы білесіздер. Сонымен оқушылар тарихи деректермен жұмыс жасау арқылы карталармен жұмыс жасай алады. Енді жалпы қорытындыға келетін болсақ, жалпы қызықты сабақ, квест спринт технологиясы тарих сабағын қызықты, динамикалық және еске қаларлықтай оқу кеңістігіне айналдыра алады. Жоғарғы нәтижелер, әдісті жүйелі түрде қолдану оқушылардың академиялық жетістіктерін арттыруға және функционалдық сауаттылықтарын дамытуға ықпал етеді және маңызды рөл атқарады дегім келеді. Жалпы болашаққа бағдар, бұл әдіс оқушыларды өмірде кездесетін қиындықтарды шешуге дайындап, олардың болашақтағы білім жолына сенімді қадам жасауына ықпал етеді. Құрметті ұстаздар, аты жөнім Салтанат Мұхаммед Рахымқызы, 10-шы мектеп, Іле ауданы, Байтент ауылы. Орыс сыныптарына сабақ беретін болғандықтан, мен әдістемелік құралды жалпы орыс тілінде жазған болатынмын. Мой представляемый учебно-методический комплекс называется «Сборник формативных заданий по всемирной истории для 5 класса». Через слайд. Современная система исторического образования в основной школе сталкивается с проблемой недостаточной сформированности учащихся навыков осмысленного восприятия и анализа исторической информации. В этих условиях особую актуальность приобретает внедрение информативного оценивания, направленное на поддержку учащихся в процессе обучения и развития познавательных умений. Практическая значимость разработки сборника формативных заданий по всемирной истории для 5 класса заключается в создании инструмента, который помогает учителю систематически отслеживать образовательный прогресс школьников и формировать ключевые исторические компетенции и обеспечивать индивидуальный подход в обучении. Объектом исследования является процесс обучения всемирной истории в 5 классе. Предмет исследования – формативное задание как средство повышения эффективности освоения учебного материала по всемирной истории учащимися 5 класса. Цель исследования – разработать и обосновать комплекс формативных заданий, направленных на развитие предметных и метапредметных компетенций учащихся 5 класса по курсу всемирной истории.
Принципы составления эффективных формативных заданий. В основном это здесь 5 принципов. Первое – это ясная цель. Второе – небольшой объем, непонятная структура. Третий принцип – использование разнообразных источников. Четвертый принцип – пошаговое выполнение. А также пятый – это обязательно идет обратная связь. Виды формативных заданий, подходящие для всемирной истории в 5 классе. Задания с иллюстрациями. Пример. Рассмотри рисунок египетского храма, подпиши любые 2 элемента, которые ты знаешь. Как ты думаешь, для чего строились такие сооружения? Цель – сформирование навыков наблюдения первичного анализа источников. Второе – задание на сопоставление. Соедини в пары египтяне – Нил, шумеры – Клинопис, финикийцы – море. Цель – запоминание ключевых признаков цивилизации. Третий вид задания – это мини-исследование. Прочитай короткий текст о колоссе Родосском, ответь, почему его считали чудом света. Цель – умение извлекать информацию из текста. Четвертый вид заданий – хронологические задания в игровой форме. Расположи события в правильном порядке. А. Постройки пирамиды Хеопса. Б. Возникновение письменности. В. Появление первых городов. Цель – понимание исследовательской последовательности событий, а не точных дат. Пятый вид – карточка с выбором. Отметь правильный ответ. Какая река была важна для жизни в Древнем Египте? Цель – проверка базовых знаний. Шестой вид заданий. Задание на объяснение причин на доступном уровне. Почему люди в древности заселяли территорию возле рек? Напиши одну-две причины. Цель – формирование базовых аналитических навыков. Типичные ошибки при составлении формативных заданий. Первое – это перегруженность терминов, например, цивилизационные признаки, социальная стратификация. То есть данные термины дети могут сразу не запомнить, особенно ученики 5 класса. Второе – использование слишком объемных текстов. Здесь очень важно адаптировать тексты для учеников 5 класса. Третье – требование глубоких обобщений, не подходящих для 5 класса. Ученики 5 класса обычно еще не умеют навыками делать глубокие обобщения. Четвертое – формат проверочной работы, а не формативного анализа. То есть очень важно проводить именно формативный анализ. И пятое – отсутствие четких критериев. Очень важно, когда мы даем задание, к заданию давать обязательно четкие критерии. Теперь рекомендации по разработке критериев оценивания. Критерии должны быть конкретными. Например, ученик называет 2 причины, различает цивилизацию по признакам, простыми, без размытых формулировок, соответствующим уровню 5 класса. Пример формативного задания. Тема. Почему стены пещеры Ласка были разрисованы древними людьми? Цель обучения – знать понятие первобытное искусство для описания образа жизни древнейших людей. Критерий оценивания. Обучающийся описывает образ жизни древнейших людей, используя понятие первобытное искусство. Уровень мыслительных навыков для 5 класса – это знание и понимание. Задание. Прочитайте 2 версии, предполагаемые учеными, по-разному интерпретирующих искусство древнейших людей. Ответьте на вопросы. С какой из ниже перечисленных версий вы согласны? Почему? Приведите не менее 2 аргументов. Значит, первое исследование. Изображение в пещерах Ласка – результат религиозных потребностей людей, то есть люди рисовали наскальные рисунки для обеспечения удачи на охоте, совершали магические ритуалы. Второй вариант. Изображение в пещерах Ласка – это стремление человека к самовыражению, к удовлетворению эстетических потребностей. Обратите внимание, значит, первый рисунок – это фрагмент изображения пещеры Ласка, это во Франции, а во втором – это бизоны, пещера Альтамира. Дескриптор – обучающийся, отвечает на вопросы. Второе – приводит первый аргумент, третье – приводит второй аргумент. Подводя итог, хотелось бы сказать, что составление формативных заданий по всемирной истории для 5 класса требует учета возрастных особенностей обучающихся, доступности содержания и разнообразия форм работы. Основная цель – не выставление оценки, а поддержка познавательного интереса и развитие базовых исторических навыков. Грамотно продуманное формативное оценивание делает изучение истории увлекательным и помогает каждому школьнику чувствовать прогресс собственного обучения. Данный учебно-методический комплекс, разработанный мной, очень полезен будет как для учеников, так и даже для учителя. Коллеги спокойно могут его использовать в каждодневной своей работе, не задумываясь, какие интерактивные задания давать. В целом я закончила свое выступление. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я готова вам ответить.
Спасибо за внимание. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен номер 14 орта мектептің тарих пәні мұғалімі Наурызбаева Әсемкүл жетесінді боламын. Менің тақырыбым 11 сыныпқа арналады. Оқу бойынша оқу әдістемелік құрал, ол шығармашылық әдістер жинағы болып табылады. Келесі мазмұнында қазақ хандары, Абылай хан, Ұлы Жібек жолы, тәуелсіздік жылдарында Қазақстан, Алашорда тарихи деректерден тұрады. Бағдарламаның негізгі мақсаты педагогикалық тәжірибені жетілдіру мақсатында тарих сабақтарында қолданылатын әртүрлі интерактивті ақпараттық және шығармашылық әдістер жиынтығы ұсыну. Келесі бет. Міндеті. Яғни осы әдістемелік жиынтығының міндеті 11 сынып Қазақстан тарих пәні бойынша оқушылардың тарихи ойлауын дамытуға бағытталған шығармашылық әдістерді жүйелеу. Тарих сабағында қолдануға болатын заманауи интерактивті және креативті оқыту тәсілдерін ұсыну. Оқушылардың талдау, салыстыру, дәлелдеу, қорытынды жасау дағдыларын жетілдіру болып табылады. Ал мұғалімдерге сабақтан, сыныптан тыс жұмыстарда және бағалауда қолданылуға арналған әдістемелік көмек беру. Оқытудың оқушыға бағытталған зерттеушілік және құзыреттілікке негізделген моделін қалыптастыру болып табылады. Келесі бет. Яғни осыдан күтілетін нәтижеміз бізде оқушылардың тарихи деректермен жұмыс істей алады, оқиғаларға сыни тұрғыдан баға береді, тарихи тұлғалар мен үдерістерді шығармашылық тапсырмалар арқылы терең меңгереді. Оқушылардың зерттеу, жобалау, пікірталас жүргізу және презентация жасау дағдылары қалыптасады. Мұғалімдермен сабақ тиімділігін арттыратын дайын әдістер жинағын қолдана алады. Сабақ барысында оқушылардың белсенділігі мен қызығушылығы артады, оқу нәтижелері жақсарады. Келесі. Яғни мен жаңағы мазмұндай көрсеткенде әр бөлімшеде өзінің бірнеше тапсырмалар бар. Яғни әдіс тәсілдер бар. Мысалы, бір мысалдарын көрсетіп кетейін сіздерге. Бұл қазақ хандары. Қазақ хандарының мысалы мен комикс әдісін алдым. Яғни осы қазақ хандығының құрылғанынан бастап әртүрлі жаңағы осы тәуелсіздікке дейін нелерін жаңағы тапсырмалар бересіздер, сол кезде соны орналастырып шығады. Мысалы, қазақ хандығы Керей мен Жәнібек құрылды, ой қай жылы құрылды, оның жері деген сияқты кім құрды деп осындай жаңағы әдістерді қолдансаңыздар болады. Келесі. Келесі бізде Абылай хан, яғни портрет әдісі. Осы кезде портрет бересіздер. Мысалы, тарихи тұлғаларды портрет арқылы таныстырасыздар. Мысалы, Абылай ханның өмірі мен қызметін портретін көрсету. Бұл жерде ссылкасы мен одан кейін QR кодымен бар. Соны оқушылар, дескриптірде бар. Соны оқушыларға ұсынсаңыздар болады. Келесі. Келесі Ұлы Жібек жолы бағыттарын анықтау. Яғни бұл жерде түсіндірмесінде Ұлы Жібек жолының Қазақстан аумағын өтетін басты жолдарын көрсетеді. Мысалы, оқушылар Ұлы Жібек жолының картадағы басты бағыттарын сызып, сол арқылы өтетін қалаларды белгілейді. Яғни карта ұсынасыздар, дескрипторымен, одан кейін барып QR кодымен ұсынсаңыздар болады. Келесі. Картамен жұмыс, мысалы, түрік қағанатын аумағын көрсетеді. Мақсаты түрік қағанатын кеңістігін көрсету. Мысалы, түрік қағанатын аумағы 6-8 ғасырларда Орта Азия мен Қазақстан аумағында қамтыған картадан көрсетеді. Сосын дескрипторды ұсынсаңыздар болады.
келесі яғни Даусыңыз осыны естілмей қалды. дауысым естілмей тұр ма? Söyley bir естіліп тұр. Яғни осыларды мен осы әр мысалы неде бөлімшеде жаңа айтып өткенде көптеген әдіс тәсілдер бар. Енді осыны қорытындылай келе, шығармашылық әдістер жинағы 11 сыныпқа тарих пәнін оқытудың мазмұнын жаңартуға, білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыруға бағытталған оқу әдістемелік құрал болып табылады. Бұл жинақта ұсынылған шығармашылық әдістер оқушылардың тарихи ойлау қабілетін дамытып, деректермен жұмыс істеу, себеп салдарлық байланысын анықтайды, салыстыру және қорытынды жасау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, аталған оқу әдістемелік құрал тарих пәнінің оқытуда жаңашыл көзқарасты қалыптастырып, білім сапасын арттыруға, оқушыларды өз ойын еркін жеткізе алатын тарихи санасы қалыптасқан тұлға ретінде тәрбиелеуге ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет, көп-көп. Школа номер 18 имени Дарсана Горбаева. Авторская программа «Древний Китай. Изобретения и традиции» для 5 класса. Берзикулова Айнур Тулегенна, учитель-эксперт. Келесі қалай не қылады? Цель программы – сформировать у обучающихся целостное понимание вклада Древнего Китая в мировую цивилизацию, научить применять эти знания в контексте современных образовательных, социальных, культурных процессов. Задачи – развитие учащихся навыки критического анализа исторических источников и формирования межкультурной толерантности. Сформулировать устойчивую мотивацию к самообразованию через общение с примерами исторического опыта. Актуальность авторской программы заключается в том, что изучение культурного и научного наследия Китая позволяет расширить мировоззрение учащихся, формируя представление о глобальных взаимосвязях цивилизации в условии обновленного содержания образования. Данная программа способствует развитию межкультурной компетентности и навыков исследовательской деятельности. Новизна программы выражается в соединении с традиционным историко-культурным материалом, современными методами проектного исследовательского обучения. Она предполагает не только изучение фактов, а их осмысление через призму компетенций 21 века, таких как критическое мышление и цифровая грамотность. Содержание программы построено с учетом реализации целей курса, направленных на формирование целостного представления о культурном и научном наследии Древнего Китая. Разделы и темы программы: формирование ранних государств, особенности общественного устройства, философия, духовная жизнь, конфуцианство, даосизм, буддизм и их роль в воспитании культуры, великие изобретения Китая и их влияние на развитие мировой цивилизации, традиции, культура, наука, искусство Древнего Китая, преемственность идей и традиций Древнего Китая и современность, защита исследовательских мини-проектов и подведение итогов курса. И ожидаемые результаты сформируют навыки сопоставления исторических современных культурных практик, научится работать с различными источниками информации, включая исторические тексты, современные исследования, сформируют исследовательское умение через выполнение мини-проектов и презентаций. И соңғысы методы проверки ожидаемых результатов. Это проведение тестирования письменных работ для оценки уровня знаний, анализ мини-проектов исследовательских заданий учащихся, организация устных презентаций, дебатов для оценки коммуникативных и аналитических навыков, применение самооценки, взаимооценки для развития рефлексии и критического мышления. Болды, менікі бітті. Жақсы. Құрметті әріптестер. Қысқаша жасадым, қысқаша жасадым. Барлығы 14 мұғалім болған, 14 мұғалімнің барлығы қорғап шықты. Қалай өлшемді? Жақсы, сау болыңыздар. Одан кейін сілтемесін мен жіберемін орынбасарларыңызға. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз.